Біз бүгін наурыз көже істейміз. Наурыз көжеге ет саламыз, су құямыз, мұздай су, сосын арпа, тұз, құрт, сүт, май. Мынау қыстан қалған соғымның сүрленген еті. Мына сүретті салды мінекей, сүрленген. Мынау қазымыз, мынау шұжық. Осыларды мұздай су құйып қайнатамыз. Заманымыз майлы болсын, жайлы болсын деп, мынау ақ мол болсын деп, енді қыстан шығып жатырмыз. Мынау ақ мол болсын деп сүт құямын. Кейбіреулер айран құяды, айран құйғанда енді біз оны түгел ішіп қоймаймыз ғой. Қайтадан жылытамыз, сол кезде айран ашып кетеді. Сондықтан мен мынау сүт құямын кілең. Екінші рет жылытуға. Оны бір сразу қоймаймыз ғой. Сосын құрт еземіз мінекей. Құртты ішіне саламыз, езіп, мынау енді тұз дәмін келтіреді. Арпа міне, арпа саламыз. Арпамыз мінекей. Жуып бәрін дайындап қойдық. Арпа ол тоже өзінің несін дәмін келтіреді. Бүкіл несін тоқшылық болады, молшылық болсын, тоқшылық болсын деп саламыз. Құртты жай ішіне араластыра салады. Мен олай етпеймін, бөлек құрт езем. Мына етімді қазір пісіріп жатқанда бөлек құрт езіп, сонымен араластырамын. Өзім кілең осылай істеймін. Әркім әртүрлі өздерінің үйренген несімен істей береді. Мен енді қашаннан осылай істеймін. Сонда әдемі дәмді болады, қышқыл болады. Қышқыл болу үшін сол айран ғана құйып жібереді. Ол айран мен құймаймын, өйткені айран енді екінші келмейді. Іріп кетеді. Сондықтан ақ мол болсын, бәрі тоқшылық болсын деп, сол ақтың орнына сол сүтті құямын. Етімізді жуып аламыз. Жуып алғам жаңа. Міне суық суға саламыз, мұздай суға. Ыстық суға салмаймыз. Мынау шұжығымыз, міне шұжық. Мынау қыстан қалған қазымыз. Осы екеуін, үшеуін қайнатамыз. Міне етімізді салдық. Енді қазір қайнаған кезде тұзын көреміз. Тұздалған ет, кішкене тұз саламыз. Енді арпамызды пісіруге қоямыз. Арпа қоямыз. Енді қою қылам десең, молырақ қып саласың. Сол 200 грамм, 100 грамм, 200 грамм жарайды. Міне арпамызды қойдық. 1 сағаттай қайнайды шығар. Арпа да көп қайнайды. Етімізбенен арпамызды қойдық. Қайнап жатыр. Енді құрт езуге кірісемін. Құртты еземін. Міне арпамыз қайнап жатыр мінекей. Біраз қайнайды бұл. Құрт көжеміз де қайнап жатыр. Қазір құртын еземін. Бұл аламыз, сосын ожаумен еземіз. Міне құртымызды езуді бастадық мінекей. Мынау езгенде осылай былғай бересің, соның өзі құрт ақырындап езіле береді. Қазір кейбіреулер готовый құртты құр не қыла салады, сала салады. Ол енді құрт езгенге жата ма, жатпай ма білмеймін. Осылай езген дұрыс енді. Қара құрт, мынандай қайнаған құрт. Осылай езіп ішіне құя бересің. Сосын құрттың дәмі шыққан кезде болды. Міне құрт көжеміз дайын. Бісміллә. Құртты бөлек езіп алдым. Әдемі қып. Міне етіміз қайнады. Бетінің көбігін аламыз. Енді тұзын көреміз. Тұз аз болса тұз саламын. Тұз аз сәпсем. Міне жарты қасықтай тұз салдым. Міне етіміз пісті. 2 сағатта ет пісті. Енді бұны түсіріп аламыз. Жаяғының қысынға. Шұжық. Болды. Міне етіміз пісті. Енді ұсақтап турап аламыз. Міне қазының еті. Бісміллә деп қазының етінен турайық. Ұсақтап тураймыз. Жегенде неменен бірге жейтін. Радалайында ойбай қайнап тұр.
Қаз. Қазының майлы болсын, жайлы болсын. Қыстан шығып жатырмыз. Наурыз көже істеп жатырмыз. Міне етімізді турап алдық. Енді етімізді қосамыз. Тағамдарымыздың бәрін дайындап алдық. Етімізді пісірдік, сорпасын құйдық, құртымызды езіп алдық, арпамызды пісіріп алдық. Енді осылардың бәрін бірге қосамыз наурыз көжеге. Сорпамызға арпа қосамыз. Арпа көп піседі. Сосын бөлек пісірдім, бөлек қайнатып. Осы арпаны салып араластырамыз. Неке бәрін араластым неке. Арпа әл береді, күш береді. Бұл енді кейбіреулер бидай салады, кейбіреулер арпа салады, тары салады. Біз енді арпа салдық. Арпа салып, арпаменен қоюлайды. Әр жерде әртүрлі салады. Кейбіреулер арпа салады, кейбіреулер жүгері салады, кейбіреулер күріш салады. Бұрын мен күрішпен істейтінді. Осы жолы енді арпамен істедім. Тары салады, жүгері салады. Әр жерде әртүрлі салады. Әркім өзінің несін, ұнатқан нәрсесін салады. Бір жерде анандай салады, бір жерде мынандай салады. Мен енді өзімнің рецебімен істеп жатырмын. Өзім қалай істеймін? Бұрын күрішпен істейтінді. Күріш, тары салып. Осы жолы арпа салдым. Арпаменен істеп жатырмын. Сосын енді осының үстіне етімізді қосамыз енді. Қоюланады. Әр шең тамақ, қандай қазақтың тағамы тамаша. Қысқы соғым ұзын сары келатыр деп осындай март айында ұзын сары дейді. Ұзын сарысы еттің біткені. Ол кезде етті кебежеге сақтайды. Кәдімгі сандық сияқты ағаш не болады. Соған үлкен кісілер біледі ғой енді. Тағы бір келмей қалған қонақтарымыз келіп қалар, не қылар деп, ұзын сары деп, әйдік бір омыртқаны, не жаяны, не белдемені тастайды екен. Бір кісі қонақ келген кезде соны пісіріп беремін деп. Сол ұзын сары деп, сол әжем айтып отыратынды. Ұзын сары деп. Заначка, орысша. Заначка. Сол ұзын сары дейді екен. Әже етас дейді балалар. Сосын айтады, ет жоқ дейді. Әже ұзын сары жатыр ғой дейді. Жоқ, ұзын сарыны сендерге пісіруге болмайды деп бермейді екен балаларына. Сол ұзын сары. Ал енді құрт, мінеке құртты кейбіреулер жай ішіне сала салады. Кеше біреулер көрсетіп жатыр, жай ішіне салып. Мен ішіне салмаймын, осылай әдейіні білмеймін, осылай өзім құрт өзем. Кәдімгі неғып тұрып, арнап тұрып, құрт өзіп, осының үстіне құямын. Міне мынау құртым. Езген өзім бөлек езген құртым. Міне күріш салған жоқпын, бұрын күріш салатынды. Арпа салдым мінеке. Арпаны соғысы күріш неменен құртпенен пісірдім. Мына құрт деген қышқыл береді. Құрттың витамині көп, иммунитет көтереді. Құрт өте пайдалы. Құрт көжесі деп ішеді. Кейбіреулер осылай наурыз көжеге құртты салу керек. Қазір дәмін көрем. Аз болса тағы құртым бар, езіп қойған. Сосын соны қосамын. Әр жерде әртүрлі істейді наурыз көжені. Осыны осылай істейді екен де, Алматы жағында, былтыр Алматыға барғанда, осыған лапша нан салады екен. Кәдімгі бір нанды ысып, лапша қып, осының үстіне салады екен. Алматы жақта нан салады екен. Өте әдемі, тоғымды тоятын тағам. Наурыз көжені әркім әртүрлі істейді. Мен өзім білгенімді істеп жатырмын. Өзім осылай істеймін қашаннан.
міне құртын құйдық, сорпасын құйдық, етін салдық. Мінекей бәрін еттік. Енді мынау кей жерде айран құяды. Айран құйғанда енді дәм болсын, қышқыл дәм берсін деп қояды шығар. Мен айран емес сүт құямын. Мінекей ақ мол болсын, ағымыз мол болып, тоқшылық болсын. Тамаша осы ағарып жүрейік осылай. Әрқашан жолымыз болсын, жолымыз ақ болсын деп мінекей мен сүт құямын. Айран құйғаннан ешқандай армашылық, ол да ақ, бұл да ақ қой. Мынау енді мынаны түгел ішіп тастамаймыз ғой. Бұны жылыту керек. Жылытқан кезде айран құйсаң іріп кетеді сразу. Мына түгел көжең бәрі іріп кетеді. Сондықтан мен сүт құямын. Сүт ірмейді, сүтті қосасың ғой. Сүт енді аш емес қой. Мына құртты енді езген құрт не қылмайды. Міне май шамалы сары мына. Жетінші нәрсе май, сары май. Өзде жылқының сорпасы, өзде майлы. Сол май енді ырымын жасап, бір кішкентай қасықпен бір қасық май салдым. Сонымен мінекей наурыз көже дайын болды. Бәрі бар ішінде. 7 нәрсе мінекей. 7 тағам салады, 7 тағамның бәрін салып. Болды. Ал, енді наурыз көжемізді көрейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Осы жылдың наурыз көжесін көрейік. Бисмилlah. Керемет, тамаша. Құрт көжесі де несі де бәрі тамаша болды. Ой, керемет. Өте дәмді болды. Сүреттің дәмі кәдімгі кәптет етілген сияқты болды. Ыстаған сияқты сүрет. Қалай тамаша болған. Ой, келінім әдемі сақтапты етті. Тамаша күшті екен. Қазақша айтқанда мейіздей болыпты. Мейіздей деген сөзді білесіз ме? Мейіздей. Мынау етті сақтағанда әдемі дәмді болып, тұзы да бәрі де әдемі болса, үлкен кісілер айтады, ой, қалай қыстан қалай әдемі қылып сақтаған, мейіздей болыпты дейді. Сол сияқты мейіздей болыпты, светі күшті қылып сақтапты. Керемет. Баяғыда наурыз көжені ертеректе шешемізден сұрағанда наурыз көже баяғыда болған дейді. Содан кейін енді болмай кетті. Сосы 90 жылы келді ғой. Сол 90 жылдан бері осы наурыз көже істейміз. Жылда істеймін мен осылай. Жылда істеймін. Мектепке істеп бердім, садикке істеп бередім. Мектепте балалар жүрген садиктегі балаларға кілең наурыз көжені, кілең осылай істеп берем. Сразу мынандай ішіп қоятын болса, айран құйғылды, айран кішкене қышқыл береді. Мына құртты қышқыл беріп тұр, тамаша. Айранды құю үшін ана қышқыл әдемі дәм береді деп сол айранды құяды. Міне арпамыз ішіндегісі. Арпа, еттен қазы, ұзын сарының жаңа қазысын салдық, етін салдық, шұжығын салдық. Сосын бөлек құрт ездім. Ол құртпенен сорпаны бірге қосып, сөйтіп істедім. Өте дәмді болды, тамаша болды. Наурыз көжеміз осылай күшті болды. Одан ақ мол болсын, заманымыз тыныш болсын, әрқашанда жолымыз ақ болсын деп ақ құйдым. Аққа сүт құйдым. Сүтіміз мол болсын, сиырларымыз бұзаулай берсін, қаймақ май болсын. Май салдым ең аяғында. Енді өзде сорпасы майлы сорпа ғой. Соған өте көп салған жоқпын, шамалы. Бір кітте қаспен ырымын жасап, кішкене ғана май салдым. Майлы болсын, жайлы болсын, жолымыз әрқашанда майлы болып, жайлы болып, жегеніміз май болсын, ішкеніміз қымыз болсын, ақ мол болсын деп соғысты мінекей. Аман болыңыздар. Біздің каналға жазылыңыздар, қараңыздар. Наурыздан наурызға аман сау жүре берейік. Өте әдемі дәмді болыпты, тамаша болыпты, күшті.